Диспансерлік бақылау белгілі бір аурумен ауыратын адамдарды тіркейтін, есепке алатын, алдын ала сақтандыру шараларын жүзеге асыратын арнайы медициналық мекеме. Жалпы әрбір азамат өмір ұзақтығын жоғалту және еңбекке қабілеттілігін сақтау, қоғамдық еңбек өнімділігін арттыру мақсатында сырқат және дені сау адамдарды динамикалық дәрігерлік бақылау барысындағы алдын алу және емдік шараларды тудыратын денсаулық сақтау мекемелерінің және бөлімдерінің тексерісінен өту қажет. Денсаулық сақтау министрлігінің 885 бұйрығы бойынша диспансерлік тіркеуге науқастар тұрады. Сол науқастар әр 90 сайын диспансер кабинетінде зертханалық талдауларға жолдама алады. Сол жолдамалардың қорытындысы бойынша терапевттің консультациясына барады. Диспансерлік тіркеуге келесі нозологиялар бойынша артериалды қан қысымы, қан диабеті, астма, жүрек ишемиялық аурулары және де тағы да сол сияқты 885 бұйрықтағы нозологиялар бойынша зерттеледі. Диспансеризацияның негізгі мақсаты халықтың денсаулығын, еңбекке жарамдылығының сақтау және жақсарту, адам өмірін ұзарту болып табылады. Бұл мақсатта ауруларды белсенді анықтау және ерте емдеу, аурудың пайда болу және таралу себептерін анықтау және жою, санитарлық гигиенаны, профилактикалық емдік, сақтау және әлеуметтік шараларды өткізу жолымен жетеді. Диспансерлік кабинеттегі медсестралар әр 90 сайын науқастарды диспансерлік кабинетке зертханалық талдаулар өту үшін звондап шақырып отырады. Диспансерлік бақылаудың негізгі мақсаты науқастардың ауруларынан асқынуын алдын алу және де емханаларға экстренді түрде түсулерін азайту. Жалпы диспансерлік бөлімге тексерілуге келген адамнан алдымен қан сынамалары, одан кейін дәрігерге дейінгі бөлмелерге жіберіледі. Ал кейін диспансерлік бөлімнің дәрігерінің нұсқауымен жасыл дәліз қағидасы бойынша жүйелі түрде бақылауға жіберіледі.